мектеп бітіру салтанатын атап өтіп жатырмын. Сіздерден кешірім сұраймын. Енді өте қуаныштымын, толқып тұрмын. Ұстаздарымның жаңағы Марва апай мен Жұпар апайдың салып берген сара жолының арқасында солардың ізін қуып, мен де ұстаздық жолын таңдадым. Ананың ақ сүтін еш уақытта өтелмейді дейді, жаңағы меккеге арқалап барсаң да өтелмейді дейді. Ұстаздың еңбегін, ұстаздың берген білімін әркез қарыздармыз ұстазға. Оның еңбегі еш өтеусіз. Мен ұстаздарыма басым деймін. Енді сыныптастарым 30 жылдан кейін маған тума сияқты болып кетті. Осы қалаға келгеннен кейін мен дейтін орналастыруға Берік пен Айсұлудың зор еңбегі зор болып, жаңағы мені мектепке орналастыруға екеуі кәдімгі, біреуі әкемдей, біреуі шешемдей жүгірді. Енді ауылға барғанда Салауат пен Меңдібайдың да жақсылықтарын көріп жатырмын. Көп бәріңе де рахмет айтамын, сыныптастарым. Енді айтатын сөз көп, барлығында болып жатқан қуаныштарым, қайырларыңа бәрінде қайырымен болсын, көрмей жатқандарыма. Енді біріміз 30 жылдан кейін әже болып жатырмыз, ата болып жатырмыз. Бәрі де қуаныш ұзағынан болсын. Ұстаздарыма әркез денсаулық тілеймін, қартаймаңыздар. Осындай отырыстарда жаңа 35, 40, 50 жылға дейін одан да әрмен кездесе берейік. Соған дейін денсаулық тілеймін бәрімізге де, отанымыз тыныш болсын деймін. Бала қуаныштарында кездесейік, осындай отырыстарда кездесейік. Ал Марва апа, Жұпар апай, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. 30 жылдай болған сияқты мен де сіздерді көрмегеніме. Сіздерге өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Балалардың қызығын көріп, осылай ақшалықты ана болып жүре беріңіздер деймін. Әрқашан тек көргендеріңіз той болып, жегендеріңіз ет болып жүре беріңіз. Бауырларыңыз бүтін болсын. Ал класстастарым, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Осындай азғантай өмірде ойнап күлмеген жетсін. Сіздерге бәріне өмірде бар жақсылық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, бауырларың бүтін болсын, үлкен кісілер аман болсын. Мен жолдасым бар, 3 балам бар, немерем бар. Шүкір Аллаға. Мыңда бір рахмет, Аллаға шүкіршілік етеміз. Мына осыны бізге қызмет етіп жатқан балдарға да рахмет. Осылай бізді ұйымдастырып, 30 жылда басымызды қосып отыр. Мына класстастарымызға көп рахмет. Азаматтарымыз аман болсын. Өзімнің сынарыма мыңда бір рахмет. Мені өйстіп қалдырмай қасынан қайда да бірге алып жүреді. Бауырым аман болсын. Сол үшін бәріміз түгелдей алып қояйық. Өте қуаныштымын. Бәріңізге де жақсылық. Мендеріңіз сау болсын, класстастарым, бәріңізге де көріп бүгін қуанып жатырмын. Отбасыларыңа. Тастап қашып кетпе. Отбасыларыңа болсын. Тыныш болсын. Қуаныштымын мен бүгін. Сол үшін алып қойыңыздар. Рахмет, бәрекелді. Сіздерге қошемет білдіріп қояйық. Тілектеріңіз қабыл болсын. Баршамызда теңіздей енді созыларымызда. Рахмет. Әрине. Сабақ еткіңіз келіп отырды ма? Сіз жұқпатос. Береке бітіреді сізге осы шаға. Келіңізші опа. Антош шебірттеріңіз дайынбыша. Шабала қайда. Ахуатыңыз сүрінді. Қазақта аманатқа қиянат жасама деген жақсы сөз бар еді. Менің бір аманатым бар класстастарға айтатын. Класстастардың ішінде бірге оқыған
класстастар барлықтарыңыздың естеріңізде шығар. Сол мен кетерде әдейі келіп, мен сіздерге осы кездесуге келе алмайтын болдым, бара алмайтын болдым. Жаңағы жұмыс барысы бар, жолдасының іс сапарға кетуіне байланысты. Сол тамыз айына жоспарлап қойып едім. Әттең деп сонша өзі күлген, жас босанып, есеңгіріп, есін жия алмай жатыр деп айтарсың класстастарға. Берік айтып жатыр ғой, жылаймын деп өзі туралы айтпады деп. Мен енді өзім туралы ақпарат беріп кетейін. Жалпы жолдасым бар, бір ұл бір қызым бар, 2 немерем бар. Бұйырса немерем биыл мектепке барады. Осы Қазақстандағы бір жекеменшік компанияда аудармашыларға сабақ беріп, Қазақстан бойынша іс сапарда жүретін жұмысым бар. Әлем апа, тұрыңызшы. Мен Алматы қалып кетіңізші бірге. Тек қалмай отырсыз бірге. Бәрекелді, қошемет болсын. Жазира деп. Бөлек айтамыз. Тас бермейді. Оғылай болады. Енді беретін бұл қазір. Ойбай, қазақтың айтырын тегіне жұман ғой. Апилар көлем жағындық енді соны сізге тос берейін деп, оны ойда. Мапиля ба? Келіңізші отаға, сізге Индиядағы дағаша қолына ойды кезден. Жаңа ұмытып кетті деп ренжиді жатыр еді, маған деп дымын қалып, бейге көзіге түсіп, дымын қалмай жүр, осы ұмытып кетті деп ренжбен тұрып кетейін деп жатыр, осы қысайда. Қасында досым болмаса. Бәрі де ойын кірді. Мару апай, Жұпар апай, сізге көп рахмет, осылай уақыттарыңызды бөліп, үлкен болсаңыз да шаршамай келіп, қасымызда осылай отырғаныңызға өте қуаныштымын. Көп рахмет. Денсаулық берсін сіздерге. Осылай тағы да 50 жыл толғанға келіп отырсаңыз ризамыз. Әрдайым дастархандарыңызға береке берсін, үйлеріңізге береке берсін, дендеріңіз сау болып, бастарың аман болып, жылма-жыл жақсы сапарда кездесе берейік. Айтқаныңыз келсін, қуаныштан қуанышқа жалғыз берейін апайлар. Көргендеріңіз, той жүргендеріңіз той болсын дейміз.